Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз жаңғақтардың адам ағзасына пайдасы жайлы және қалай қолдану керектігі жайында айтатын боламыз. Көпшілік жаңғақтардың депрессияға қарсы өнімдері екенін біле бермейді. Жаңғақтар арқылы денсаулығыңызды сақтап қана қоймай, айтарлықтай жақсарта алады екенсіз. Орман жаңғағының құрамында көп мөлшерде А және Е дәрумені бар. Ол ми қызметін жақсартады. Кешью жаңғағы иммунитетті күшейтіп, жүрек қызметін жақсартатын әсерге ие. Ол тіпті тіс ауруын басады. Фисташке ас құрту, тыныс алу жолдары ауруларын, қан астық, сар ауру, жүкті әйелдерде болатын токсикозды емдеуге көмектеседі. Дәрігерлер жүрегі ауыратын адамдарға аптасына 60 грамм бадам жаңғағын жеуге кеңес береді. Бадам фосфор, калий және темірге бай. Грек жаңғағының құрамында амин қышқылдар, елікті заттар мен құнды минералдар бар. Организмнің әлсіреуі, қан астық, жүйке жүйесі, жүрек және асқазан ауруларына емдеуге көмектеседі. Ал жаңғақтарды суда жібіту керектігін білесіз бе? Дүкендердегі, үйдегі жаңғақтарды суда жібіту маңызды, себебі жаңғақтардан көптеген кірлер және де фитин бөлініп шығады. Фитин қышқылы өсімдік тұқымында кездесетін ерекше табиғи зат. Фитин қышқылы темірдің, мырыштың және кальцийдің сіңуін азайтады және минералды тапшылықты тудыруы мүмкін. Жаңғақтар адам үшін емес, жан жануарлардың қорегі болғандықтан олардың асқазанында арнайы ферменттер болады, ал ол біз үшін қауіпті болуы мүмкін. Сол үшін оны арнайы бірінші суға салып жібітіп алып қолданған дұрыс. Жібітілген жаңғақтарды бір реттік орамалда 30-40 минут бөлме температурасына кептіріп алып, 50 градус қызып тұрған пеште 15-20 минут кептіріп аламыз. Шыны ыдысқа салып, тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Ақпарат ұнаған болса, каналға жазылуды ұмытпаңыз.